Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, аман-есенсіздер ме? Балам кішкене ауырып қалып, аяқ астынан бір оқыс жағдай болып, кішкене көңіл күйім болмай қалды. Үйде отырған жерінен менің қасымда отырған құлап, ернін жыртып алды мына жақтан ішке қарай. Өзі қатты құлағанда тістеп қалды ма, түсінбей қалды ма, олар тістері де өткір ғой, өйткені құлаған жерінде жыратында еш нәрсе болған жоқ. Қасында мен ойнатып отырған болатын ғой. Сөйтіп тікпеді, больницаға апарып едік. Соны уайымдап, іріңдеп кетеді ма деп, енді ауыз болған соң всегда влажный болып тұрады, тамақ ішеді, бутылкамен айран ішеді, қасық тиеді. Енді қасықты тигізбеуге стараться етіп жүр мына жағынан беруге, бірақ сонда да оған қосылып, еще түннен бері температурасы қатты көтеріліп, түнімен температурасын түсіріп шықтым. Сол алдында градусникпен бір оқиға болған, оны бөлек бір видео саламын. Советский градусник болса үйлеріңізде, лучше ондай градусниктерді лақтырып жіберіңіздер. Мен осы күнге шейін ондай градусник сындырып көрмеппін. Енді осы жолы қолымнан абайсызда құлап кетіп, сондай проблемный екен. Енді ол туралы бөлек сіздерге видеода айтып беремін. Қазір бұрыннан мына градусник бар, бірақ бұған сенбеймін да. Сонымен де өлшеп жүргенмін ғой. Енді мына градусник сенімсіздеу болғаннан кейін қазір тағы бір градусник алдық жолдасыма. Енді Амронның нелерінің бәрі жақсы болушы еді, продукциялары деп мынандай градусник алдым. Сіздер пайдаланып көрген шығарсыздар, мүмкін мен енді бұны бірінші рет алып жатырмын. Надеюсь, жақсы градусник, а то түнімен бір градусниктен дұрыс емес көрсетіп жатыр ма деп уайымдап шықтым. Мен мына градусникті алдырдым. Осыны аптекада жақсы деп мақтапты, енді осы градусникпен өлшем бұйырса. Электронныйдың 2-3-еуін алып қойған дұрыс екен. Біреусіне сенбесең, тағы басқалармен салыстырып көретіндей. Менде енді қазір 2 болды. 3000 теңге тұрады екен бағасы. Тағы да біреусін бұйырса алып қою керек. Ішінде не жазылған екен, кітаптары көп екен. Сосын баламның ернін перекиспен, сосын фурацилинмен обработка жасап жатырмын. Содан кейін повидон йодты да қостым. 100 мл суға бір шай қасық повидон йодты құйып, осымен де обработка жасау керек екен, чтобы іріңдеп кетпес үшін. Осы алдында менде болып еді. Бұл неге керек деп лақтырып жіберген ғой. Аха, балам ойнай ғой. Осыны лақтырып жіберіп едім, бүгін қайттан алдым. Мына градусник енді сондай қымбат емес. 3000 теңгенің градуснигі ғой. Қараңыздар, өзінің гарантийный талоны бар екен, міне. 3000 теңге болса да бұзылып қалса, апарып жөндетуге, немесе айырбастауға болады екен. Содан кейін мен никогда мынандай инструкциясына қарамаппын, мысалы, дисплей ішке қарап тұру керек екен. Мен қашанда вообще қарамаймын, дисплей ішке қарай ма, сыртқа қарай ма өлшей беремін ғой. Оказывается, қолтықтың іш жағына қарау керек екен. Дұрыс өлшемейді екенбіз ғой, мүмкін содан да дұрыс көрсетпейді. Содан кейін термометрдің жаңа иыққа қатысты 35-45 градусты құрау керек екен. Сол достар, ауырмаңыздар, балаларыңыз аман болсын, өздеріңіз де аман болыңыздар. Алла барлығымызға денсаулық берсін, оқыс жағдайлардан сақтасын. Аман-есен жазылып кетсін екенді. Бәрі өткінші ғой. Сау болыңыздар.